6 мамырға арналған күнделікті нақты, сапалы жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды бірінші болып есту үшін арнаға жазылып, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сонда сіз бірінші болып естисіз. Лайк басып пікір қалдырсаңыз қуанып қаламыз. Тоқта айналаңыздағы адамдармен тіл табысу бүгін ерекше оңай болады. Есеппен жүретін тоқтылар бұл мүмкіндікті кәсіби беделін нығайтуға, ықпалды қамқоршылар табуға немесе тиімді келісімдер жасауға пайдаланады. Басқалары бұрын ренжісіп қалған адамдармен қарым-қатынасты қалпына келтіру мүмкіндігін жіберіп алмайды. Романтикалық қарым-қатынастың басталуы да мүмкін, бірақ жаңа қатынаста бәрі сіз қалағандай бола бермейді, сондықтан ымыраға келуге өзге тура келеді. Көпшілік орындарға баруға қолайлы уақыт, бұл сізге жарқын әсерлер мен қуат сыйлайды. Жаңа істер мен бизнес жобаларды бастауға болады, бастысы олар тым тәуекелді болмау керек. Торпақ бәрі бірден оңай болмайды, бірақ сіз қиындықтарды сәтті еңсересіз. Сабыр мен табандылық қажет болады. Кейбір торпақтарға қалаған нәтижеге жету үшін бірнеше рет әрекет жасауға тура келеді. Дегенмен уақытыңыз бен күш-жігеріңіз босқа кетпейді. Көптеген маңызды істерді орнынан қозғауға мүмкіндік туады. Күннің екінші жартысында өз мәселелеріңізден бөлек жақындарыңызға көмек көрсетуге тура келеді. Бұл ауыртпалық болып сезілмейді және араларыңыздағы қарым-қатынасқа оң әсер етеді. Егіздер кез келген жағдайда сабыр сақтай алсаңыз, күн сәтті өтеді. Кейбір егіздер жеңілтектік танытып, істерін кейінге қалдырып, жақсы мүмкіндіктерді жіберіп алуы мүмкін. Өз әлсіздіктеріңізге еріп бермеңіз, әйтпесе кейін өкінесіз. Жақын адамдарыңызбен жанжалдан аулақ болу маңызды. Егер олардың әлсіз тұстары мен ұсақ кемшіліктеріне түсіністікпен қарасаңыз, қиындықсыз өтеді. Кешкі уақыт романтикалық кездесулер немесе достармен жүздесулер үшін қолайлы. Шаян сізді жемісті әрі сәтті күн күтуде. Кейінге қалдыруға немесе басқа уақытқа ауыстыруға болмайтын көп істі аяқтауға тура келеді. Көптеген шаяндар күтпеген жағдайларға тап болады, бұл аздап мазасыздық тудыруы мүмкін. Бірақ өзіңізді қолға ала білсеңіз, бәріне үлгересіз. Қиын сәттерде ішкі түйсігіңізге құлақ түріңіз, ол дұрыс жолды көрсетеді. Күтпеген кездесулер де болуы мүмкін, кейбірі жағымсыз әсер қалдыруы ықтимал. Кешті достармен немесе жақын жандардың ортасында өткізіңіз, бұл ұзаққа созылатын жағымды эмоциялар сыйлайды. Арыстан бүгінгі күні бастамаларыңызда сәттілік серік болады. Жаңа іспен айналысып көруге таптырмас уақыт тез меңгеріп, алғашқы жетістіктерге қол жеткізесіз. Көптеген арыстандар ерекше тартымды, харизматикалық бола түседі және кез келген адамға оң әсер қалдыра алады. Достармен және туыстармен кездесуге ыңғайлы сәт. Тәжірибелі адамдардан пайдалы кеңес немесе құнды ұсыныс күтуге болады. Қысқа сапарлар, серуендер немесе табиғат аясындағы демалыс ерекше ләззат сыйлайды. Бикеш. Қызықты әрі мазмұнды күн, көптеген жағымды сәттермен қуантады. Көптеген бикештер болашақ жұмысында қажет болатын дағдыларды үйренеді немесе жаңа қызықты хобби табады. Өз ісіңізді ашу идеясы немесе мансаптық өсу стратегиясы жайлы ойлануға қолайлы сәт. Тәжірибелі таныстардың кеңесі өте пайдалы болады. Күннің екінші жартысында ықпалды адамдармен танысу мүмкіндігі бар, олар өміріңізде маңызды рөл атқаруы мүмкін. Ортақ қызығушылықтарыңыз бар адаммен романтикалық қарым-қатынастың басталуы ықтимал. Таразы күн оңай болмайды, бірақ күрделі мәселелерден қорықпауға болады. Бәрі күткендей бола бермейді. Жағдайға икемделе алатын таразыларға жеңіл болады. Кішкене қаржылық шығындар мен күтпеген төлемдер болуы мүмкін. Жақын адамдармен келіспеушіліктен қашу қиынға соғады. Маңызды мәселелер бойынша көзқарастарыңыз сәйкес келмеуі мүмкін. Алайда, егер сіз әдептілік танытып, өз ұстанымыңызды сабырмен түсіндіре білсеңіз, өзара түсіністікке қол жеткізесіз. Сар шаян. Бұл күні маңызды шешімдер қабылдап, ауқымды істерді бастауға қолайсыз. Барынша жоспар бойынша әрекет етіп, назарды шашыратпау маңызды. Көптеген саршаяндар үшін айналасындағылармен келіспеушіліктен қашу қиын болады. Өз пікіріңізді дәлелдеймін деп қатты тырысудың қажеті жоқ, жақсы қарым-қатынасты сақтау әлдеқайда маңызды. Эмоцияны қатты білдіруден және ойланбай әрекет етуден аулақ болыңыз.
Кешке қарай көңіл күйіңіз орнына келеді, ал жақындарыңыз сізді қуантуға тырысады. Мерген бәрі жақсы жүреді, егер уақытты босқа жоғалтпай, таңертеңнен ақ жоспарланған істерге кіріссеңіз. Жағдайлар сіздің пайдаңызға шешіледі. Үмітсіз көрінген мәселелерді де шешуге мүмкіндік туады. Барлығын жалғыз атқарудың қажеті болмайды, сенімді серіктестер көмектесуге дайын. Бұрын жиі жанжалдасып жүрген адамдармен қарым-қатынасты қалпына келтіруге қолайлы уақыт. Қайшылықтарды шешіп, ортақ пікірге келіп, өткен өкпелерді ұмытуға болады. Тәурешкі күн сәтті өтеді, егер асықпай әрекет етсеңіз. Әр қадамыңызды мұқият ойлаңыз, бүгін асығыс шешімдер мен импульсивті әрекеттерге орын жоқ. Көптеген тәурешкілерге өз сөйлесу мәнеріне мән беру қажет. Артық қатаңдықпен кесіп айту өзіңізге зиян келтіруі мүмкін. Басқалардың пікіріне қатты тәуелді болмаңыз. Қиын жағдайларда интуицияңызға сеніңіз, сырттан берілген кеңестерге емес. Жақындарыңызға нәзік әрі қамқорлықпен қарау маңызды, болмашы нәрселерден дау туындауына жол бермеңіз. Су құйғыш бәрі бір қалыпты өтпейді, бірақ көп нәрсе өзіңізге байланысты болады. Көптеген су құйғыштарға маңызды істерге назар аудару қиынға соғады, ұсақ түйекке алаңдамауға тырысыңыз. Өз-өзіңізді ұстай білу маңызды, жақындарыңызбен ренжісіп қалсаңыз, оны қайта қалпына келтіру оңай болмайды. Ұсақ сәтсіздіктер, техниканың бұзылуы, күтпеген шығындар болуы мүмкін. Мұның бәрін жүрекке тым жақын қабылдамаңыз. Барлық қиындықтар уақытша екенін ұмытпаңыз. Жақын адамыңыз сізге қолдау көрсетіп, көңіліңізді көтеруге тырысады. Балықтар күрделі істерге кіріспеген дұрыс, әсіресе дене күшін талап ететіндерге. Көптеген балықтарға өз-өздеріне ерекше қамқорлықпен қарау қажет. Бұл демалу мен күш жинауға қолайлы күн. Хоббиіңізге уақыт бөліңіз, жақсылап ұйықтаңыз, бұл ұзақ уақытқа қуат береді. Жақындарыңызбен ұрыс керіс болуы мүмкін. Оны болдырмау үшін олардың әлсіз тұстарына түсіністікпен қарап, қырсықтық танытпай, әдепті болуға тырысыңыз. Ақшаға байланысты маңызды мәселелерді талқыламаған жөн, келісімге келу екіталай.